Адамды құрметтеу, социалистік қоғам, адамды қадірлейтін қоғам, партия бағдарламасындағы адамға адам жолдас және бауыр деген бұл сөздері кеңес адамдарының сана сезіміне бірте-бірте тереңге еніп, олардың қарым қатынастары мен мінез-құлық іс-әрекеттерінен барған сайын көбірек көрінеді. Аты жөнін айтпай жанып жатқан үйдің ішінен батып бара жатқан адамдарды, балаларды мұзды судан құтқарғандар туралы біз күнделікті өмірімізде жиі естиміз және білеміз. Пойыздың машинистері өз өміріне қауіпті жағдай болса да, өздері алып келе жатқан жолаушыларын ажалдан құтқарып қалады. Кәдімгі өмір жағдайларында да, мәселен өндіріс бригадасына жаңа адам келсе, қарт адамның үйінің төбесінен тамшы су ағып жатса, немесе пеші жағылмаған болса, ауру анасы мен балаларына күтім керек болса, әр уақытта жүздеген мейірімді достық қолдар қол ұшын береді. Адамды қадірлеу ең алдымен социалистік. Отанын, оның даңқты асыл адамдарын ыстық сезіммен сүю және сонымен бірге олардың жауларымен ешқашанда ымыраға келмеу. Бала адамгершілік ұғымды және мейірімді сезімдерді ең алдымен үлкен адамдардың өнегесі арқылы игереді, олардан үйренеді. Бала ата-анасының бір-біріне, туған туыстарына, көршілеріне, жұмыстағы жолдастарына, жалпы адамға деген олардың мейірімді қарым-қатынастарын өте сезімталдықпен біледі. Тіпті ата-ананың айналасындағы адамдар туралы айтқан сөздері, оларды қалай айтуы бала ішінде терең із қалдырып, оның келешекте мейірімді немесе қатыгез болатын болмайтынын да соған байланысты көп жағдайда жұғымды немесе жұқпалы емес екенін анықтайды. Ата-ананың ақыл-ойының іс-әрекеттері мен жалпы қарым-қатынастарының адал ақ-ниеттіліктері балалардың жарқын және қуанышты өмірде өсуіне жағдай жасайды. Ересектер балаларды ойыншықтарын, жақсы көретін заттарын басқаларға беріп, бірге ойнауға, балалық өзімшілдіктен айығып, сарандық пен көзі тоймаушылықтан бойларын аулақ ұстауға үйретеді. Отбасында баланы әлсіз және ауру адамдарды аяушылыққа үйретеді, адамды ренжітудің ауыр күнә екені жөніндегі ойды балаларға түсіндіреді. Баланың жан дүниесін жақсы қасиеттерге тәрбиелеуде ата-аналар көріс сөзді ғана айтып қоймайды. Балалармен жақсы мен жаман туралы әңгімелескенде мысалдар мен фактілер келтіріліп дәлелденеді, мұның нәтижесінде олар сол жағдайларға өздері қатысып отырғандай сезінеді, түрлі көңіл толқулары қалтырауы пайда болады, сөйтіп ұнамды қасиеттер адамгершілік мінез-құлқына, іс-әрекеттеріне жаттықтыру арқылы бекітіледі. Кішкентай балалар табиғатты тез және сол қалпында тікелей қабылдайды. Бала қиялы аң жануар да өсімдіктер де адамдар сияқты сезінеді деп ұғады. Кішкентай баланың түсінігінде жан жануарлар мен өсімдіктер қуанады және қайғырады. Баланың табиғатқа деген қарым-қатынастары, көзқарастары арқылы оның сезімдері тәрбиелеп, Лауса достарын, қайырымды дәрігер Айболиттің құс нәсілді алуан түрлі дауысты емшілерін жақсы көріп, оларды қорғауды үйретеді. Осының нәтижесінде олар келешекте балаларының бойына нағыз мейірімділік пен адамгершіліктің ұрықтарын егеді. Бұл кейіннен мәңгі ие болып, балалардың адамгершілік қасиетіне айналып, мінез-құлқын көрсетеді. Бала үй жануарларын аямаса, құстардың ұяларын бұзып, көгалдарды таптап, ағаштарды қирататын болса, бұл қауіпті ауру, симптом. Мұндай баладан нағыз қажеке адам өсіп шығуы мүмкін. Жақсы тәрбиеші. Кітап. Кітап таңдауда баланың бойында адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеудің маңызы зор. Кітаптар баланың бойында қажетті қасиеттерді тудыратынын Амон Горький былай деп атап өткен: мен барша жақсы қасиеттеріме кітапқа қарыздармын. Ал кітап оқу ең алдымен семьяда бастау алады. Сондықтан балаға алғашқы кітап оқытудың жетекшілері де ата-анасы болып табылады. Жастар, жасөспірім қыз бен бала үлкен адам болған кезінше де оның өмір жолында түрлі жағдайлар кездестіріп отырады. Сонда өзінің зұлымдықпен күресіп, жақсылық пен әділеттілікті дәлелдеп шығуы қажет. Мұндай жоғары дәрежелі мақсатқа жетуге дайындық балалық шақтан басталады. Социалистік гуманизм христиан дінінің бәрін кешіруге болады деп жауды да сүйге үгіттейтін екі жүзді уағызын тұтастай жоққа шығарады. Балаларды адамдарды жақсы көру және қайырымды қарым-қатынаста болу сезіміне тәрбиелей отырып, кеңес семьясы, сондай-ақ мектеп оларды коммунистік моральға жат, коммунизм құрылысына зиян келтіретін барлық қарым-қатынастарға қарсы болуға және ондай жағдайда ешқандай ымыраға келмеуге үйретеді. Соған үйреткен.